Түркістан облысы Кентау қаласында орналасқан нөмірі 5-ші жылу беру орталығының жұмысы тұрақталды. Жылу температурасы 57 градусқа көтерілді. Жалпы бұл жағдай Түркістан облысының әкімі Дархан Амангелдіұлының тұрақты бақылауында. Естеріңізге сала кетсек, осыдан бірнеше күн бұрын 13 желтоқсан дауылды желдің салдарынан кешкі сағат 8-дер шамасында Оңтүстік жарық компаниясына тиесілі электр беру желісі үзіліп жарық сөнген болатын. Шұғыл шаралардың нәтижесінде 10 минут уақыттың ішінде жылу орталық қайттан іске қосылды. Салдарынан 4 қазандық сөніп, жылу желісінің температурасы 27 градусқа төмендеген болатын. Қатты желдің әсерінен сол күні жылу қазандықтары, жылу жүйесі 6 рет тоқтап қалды. Оқиға орнына барған Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды барлық жауапты тұлғаларды жинап тапсырма берді. Дауылды желдің салдарынан арнайы бригада құрылып, ақаулардың барлығы ретке келтіріліп жатыр. Кентау жылу орталығында жаңадан 2 қазандықтың салынып жатқанын еске саламыз. Олар алдағы қаңтар айында іске қосылатын болады. Және тағы да 2 қазандықтың жұмысы жаңартылады. Осыдан кейін Кентау қаласына берілетін жылу сапасы одан да жақсарады.